әріптестер, оқушылар, ата-аналар, саламатсыздар ма? Иманшылығын кеткеніміз ақылы жетісу ауданы нөмір 3 жалпы мектептің көркем мектебінің мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Авторлық бағдарламаның тақырыбы өнердегі заманауи стилистикалықтарды зерттеу, стилистика негізінде тәжірибелік жұмыс орындау, екі немесе үшті форматта. Сабақтың мақсаты шығармашылық жұмысты жасау үшін әртүрлі заманауи технологияларды, өнер материалдарын анықтау, таңдау және іріктеу. Осы тақырып көлемінде мен осы авторлық бағдарламаның жазбасы мен осыны 5-6 жыл бұрын зерттеп, түбегейлі зерттеп, осы салада көп жұмыспен енді заманауи өнер бағыттары көп қой, мысалы поп-арт стилі бар, абстракциялық, реализм стильдері бар. Соның ішінде жаңағы поп-арт стилі бойынша да көптеген жұмыстар жасап, рекламалық жұмыстар, абстракциялық стильде өздеріңіз білесіздер, көптеген шығармашылық жұмыстар жасап. Енді жаңағы мына жерде құрметті әріптестер, Instagram парақшасы мен YouTube каналында осы жұмыстарды көрсетіледі. Сіздерге осы жасалған жұмыстарды біразы көрсетейін. Мысалы, мынандай фигураны алып қарайтын болсақ, осы фигураны жасау үшін біз оқушыларға тереңірек түсіндіру үшін жер қалам жанындағы түстерді алып пайдаланып, мысалы, жай ғана қызыл жасыл түспен бояйық деп айтпай, жер қалам жанын мысалға келтіріп отырып, кәдімгі осы пәнге байланысты тақырыптарды алып осы түстерді пайдаланып отыр. Одан кейін мынау геометриялық фигураларды пайдаланып осы, мысалы, математика пәнінен алып осы денеге фигураға сыртына геометриялық денені пайдаланып отыр. Мысалы, мынау жұмыста жасалған, бұл мысалы карандаш болып шыға келді, карандаш. Сосын оқушыларға айтады, бұл жұмысты жасап, енді бұған қояйық деп мынандай қойғыш қойып, сонда бір өнер мектебінің алдында сувенир болып тұра береді. Осы сияқты үшті форматтағы ұлттық сумка, өздеріңіз білесіздер, мынау сызық шексіздікке мағынаны білдіреді, әрқашанда балам, қызым, жолың болсын, жолың ақ болсын деген сияқты шексіздік сызығы береді. Осыған сызықты пайдалану арқылы ішіне өзіміздің ұлттық тұрақ көрді. Өзіміздің тұрмыстар кіргізіп отыр. Религия кәдімгі қат қағаздан жасалған тірегіматтегі суға. Мынандай гармошызбен, қолға ыңғайлы әдемі балаларға түсіріп осылай жұмыс жасап отырмыз. Екінші форматын сызу арқылы форматтағы елбайы машинесі нақты стандартын алып отырып, кішірейтін машинаны пайдаланып, осы сызбада осы макет жасап шықты. Ішкі сыртты алып толық жасап. Тек ай бөлімді уақыт кетті, машина жүреді, дөңгелектерді. Өстіп біз балаларды қызықтырып отырамыз. Енді құрметті әріптестер, міне қарапайым сызба, қарап отырсақ, қарапайым сызба. Тәптен парағына сызба сызамыз. Сызбаның осының екіді форматтағы сызбаны сызғанның үшті форматтағы макетін жасау тұру. Қараңыздаршы. Бір спорт алаңының макеті сияқты. Тағы бір элементтер қош келу болады, бірақ қарапайым осы сызба бөлінді. Мынау жайда келген жоқ, бұнда ойластыру арқылы мынандай сызбалар сыздық. Жай ғана сызба. Бұны қайырды, бұлай қараған кезде 3D сызбасы шығады. Осы сызбаны осылай дүниеге алып келіп жұмысты. Енді макет жасап роботтармен осыдан схемасын салып қозғалтып болады роботтар жасап. Қолын, аяғын, басын дейсіз. Енді құрметті әріптестер, осы тақырып көлемінде сіздерге 3 топқа мен 3 жұмыс алып берем. Сол жұмысты беріп біз макет жасайық, құрметті әріптестер.
Құрметті әріптестер, шекарасына макеттің шаблоныңыздай, шаблонның сыртындағы үлгісінде алып келіп, жалпы қалай сызылады, қалай пайдаланады, оны қалай кесу жолдарын бәрін көрсетіп, арнайы сол шаблонын берді. Осы макетті алып, шынайы скотчпен жабыстырып, тексер макет тұтасыз. Сен уақыт қасиет беріп отырды кесті. Бұл топқа не беретініңізді атын айтып кетіңіз. Содан былай қарап тұрсаңыз. Мынау жаңағы заготовкасы кесу жасау. Енді осыдан осылай жасау. Енді скотчта кішкентай 1-1 сантиметр кесіп, мына жерге жабыстыру керек. Мына жерге жабыстырып, былай жабыстырып. Яғни екеуін бір-біріне қосамыз ба? Иә. Диаметр белгілерін салмағанды, ал диаметр белгілері, үшбұрышты диаметр белгілері, мына сыртындағы тұрғысы. Осы сізді қалай кесу жолы көрсетілген, одан кейін мынау дайын қағазды осы құрастырып. Дайын үлгі. Иә, мына скотч 1 сантиметрден кесіп алып, былай жабыстырып, скотч берді, былай жабыстырып,